Сәлем достар, баршаңызға. Сізбен бүгін мен Құралай. Бізде қазір танысу плюс кет резюме болатын болады. Достар, мен осы жақын уақытта өзімнің YouTube арнамды аштым. Маған тіркеліп, лайк басып, салған видеоларыма комментарий жазып қолдасаңыздар, мен өте қуанышты болар едім. Достар, маған видео түсіру барлығы қиыныраққа соқты. Бірақ мен өзімнің ойымды сәл жеңілдетіп, осылай YouTube'ды бірден бастап кетуді шештім. Менің ойымда бірақ ой болды. Мені адамдар кәдімгідей қолдап, менің қызықты видеоларыма тамсанып көреді деген ойда болдым. Және де осы видеоларым арқылы күшті просмотрлар жинаймын деп ойладым. Осы жақын уақытта мен бір керемет қалаға кетіп бара жатырмын. Соған орай қызықты контенттерді бастау үшін ең бастысы осы күнге деп қойдым. Мен ең қызықты видеоларды және аудиториясында адамдар өте көп қарайтын адамдардың барлығын көріп шықтым. Маған олардың керемет түсіргендері, ойлары барлығы ұнады. Бірақ мен өзімнің сәл адамдарға ұнайтын шынайы ерекшеліктермен түсіргім келгендіктен мен осы YouTube'ды басқаша бастағым келді. Негізі YouTube'ға түсіру әр адамға оңайға соқпайды деп ойлаймын. Себебі мен адамдарды көрген сайын мен келесі жолы осылай түсіре аламын, мен шынайы түсіре аламын, жақсы түсіре аламын деп шығып едім, бірден олай болмады. Маған өте көп қиыншылықтар келді. YouTube канал емес, басында менде Instagram, TikTok аккаунтымды ашқан кезде аудитория жинау өте қиын болды. Басында подписчигім 14-ақ подписчик болды. Қазір жайлап көтеріліп келе жатыр. Сондықтан менің түсінгенім бойынша сенің аудиторияң көп болу үшін әр жерде өзіңнің контенттеріңді бастауың керек деген ойдамын. Ал біз достар танысуға көрсек, менің есімім Ғалымжан қызы Құралай. Менің жасым 13-те, қазанның 19-ы, 14 жасқа толамын. Осы уақытта бастап әдемілеп, бір жыл бойы туған күніме де әдемі контенттерді жоспарлап түсіру менің басты ойым болған. Менің YouTube'ға түсіргім келетін видеолардың көбісі ол челлендждар, және де көптеген әдемі влогтар. Олардың бәрі қызық болады деген ойдамын. Және особо көп ойындарды түсіру, адамдардың көңілін соған аулау деген сияқты ғой. Маған ол өте қатты қызық болды. Аудитория жинау оңай болады ма деп ойладым. Бірақ мен кішкене қате ойлаппын. Себебі аудитория жинау үшін бәрі сенде қызықты болу керек. Және сенде шынайы болса, шынайы адамдар тартылады екен. Мен соны түсініп, әртүрлі видеоларды өзім қарап, түсініп біліп шықтым. Сонда менің ойымша адамдар пранк деген, яғни шынайы пранкты бір-біріне келісіп алу емес, бір-бірімен келісіп алу емес, нақтылай келгенде шынайы пранк, шынайы түсіргендерді жақсы охват жинайды екен. Сондықтан мен бірден іске көшіп түсіріп көруді шештім. Менің каналымда өте қызықты видеолар болады. Мысалы, мен өзімнің әртүрлі ұнатқан музыкаларыма түрлі билер шығаратын боламын. Және де Шымкентке кетіп бара жатқан, яғни бір қалаға кетіп бара жатырмын деген, ол Шымкент қаласына. Осы жазда қыдыру үшін біз Шымкентке қыдыруға кетіп бара жатырмыз. Ол жақта мен бөлелеріммен, нағашы бауырларыммен ойнауға кетіп бара жатырмын. Осыған орай мен сол жақта да керемет челлендждарды ойластырып қойдым. Достар, менің жаңағы айтып кеткен Instagram, TikTok'тағы аккаунтымды YouTube арнама белгілеп кететін боламын. Мені ол жақта да қолдап, көмектессеңіздер, алғысым шексіз. Біз
өзіміздің ұнатқан заттарымызды чтобы сипаттап көріп әдемілеп бояну үшін бізге қолдау керек. Мен қазір өзімнің фирменный биімді шығаруға дайындалып жатырмын. Яғни ол видео менің тоже YouTube каналына түсетін болады. Мен өзімнің хоббимен бөлісе кетсем, менің хоббиім бос уақытымда билеу, түрлі әндерге әдемі билер шығару. Онымен қоса өзіме дизайнерлік көйлектердің суретін салу. Яғни мен өзімнің қиялымдағы, шынымды айтсам, өзімнің қиялымдағы көйлектердің немесе киімдердің көбісін таба бермеймін. Себебі ол Қазақстанда жоқ болады. Шетелде де қарасам, көбісі оған ұқсамайды, және де ұнамайды. Оны киіп көрмесем, ол маған жараспай қалса, маған тоже жаман болады. Настроением тез түседі. Мен бірден қарадым да, давайте лучше өзімнің ұнатқан заттарымды барлығының суретін салып, дизайнерлік немен тіктіруді әдемі болатын сияқты деп ойладым. Олай қарап, сол хоббиіммен қоса суреттерін сала бастадым. Маған достар, және де менің қосымша өзімнің хоббиларым, ол мен түрлі заттарды сатқанды жақсы көрем. Мысалы, өзімнің қолымнан зергерлік заттарды жасап, оларды сату мен үшін өте керемет. Өзімнің ойымды бөлем, маған солай ұнайды. Маған көбісінде мамандығым, ол өзіме мамандық таңдағым келген кезде мен актриса болғым келген. Бірақ мен хоббиімді би бар болғаннан кейін, мен хоббиімді жаңартып, әдемілеп, жарыққа шығаруды ойладым. Бірақ менде ойым өзгерген сайын мен бизнес-вумен болғым келді. Қазіргі уақытта мен түрлі мектептер, оқу орындарын, демалыс орындарын Қазақстанда ашқым келді. Сондықтан мен өзімнің мамандығымды ауыстырғым келіп жатыр. Енді неге бұны айтып кетті десеңіздер, себебі мен уже 9-шы сыныпқа көшкеннен кейін маған қазіргі таңда ол өте маңызды. Себебі мен бірден бізді 10-шы сыныпта ауыстырып тастайды деген әртүрлі сыныпқа мамандық бойынша. Мен соған таңдауға дайын болуым керек. Қазір негізі мен біреулерге таңғалатынмын. Қалай олар мамандығын таңдау білмейді вообще? Бір түрлі олар явно біледі. Негізі таңдай алады, олар просто отмазка сияқты деп ойлаған ғой. Бірақ олай емес екен. Мен өзім бір мамандықта, мен актриса, биші, әнші, 3 мамандықты бірде алам деген. Бірақ ойым өзгерді, мен өзімнің арманымды қатты орындағым келіп кетті. Қазір жақын уақытта мен өзімнің болашаққа деген жоспарларымды құра бастадым. Алла қаласа мен түрлі спорттарға, билерге баруды жоспарлап жатырмын. Негізі маған даму үшін және сабақты жақсы оқып, миымды жұмыс ету үшін маған спортпен бірге алған дұрыс деп ойлаймын. Если бір күні достар менен Get Ready with Me'да қолданған косметикаларыма обзор сұрасаңыздар, комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қазір мен бір көзіме туш жағып жатырмын, екінші көзіме жаға алмайтын сияқтымын. Себебі бұл көзіме жаға алмайтын себебі кішкентай жарам бар. Просто осылай көтеруге дұрыс деп ойлаймын.
Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен толық боянып алдым. Ал бізде енді соңғы этап, ол Нивеяның бальзам для губ. Достар, сіздерге менің осындай етіре жүзіме және танысу несін ойластырып түсірген контентім ұнаса, лайк басып комментарий жазып кетуді мүлдем ұмытпаңыздар. Осындай әдемі видеолар, қызықты видеолар шығу үшін менің каналымды жоғалтпамаңыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Всем пока!